Сәлеметсіздер ме? Семей көлік колледжінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Мукашева Эльмира Мукашевна. Бүгін біз кәсіби қазақ тілі пәні бойынша 22-ші ТР тобындағы номер 30 сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы кәсіби тілді дамыту, Өскемен қаласындағы автокөліктерді шығаратын зауыт. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты білім алушыларға жаңа тақырыпты меңгертіп, сөздік қорларын байыту, сонымен қатар тапсырмалар арқылы сөз байлығын молайту. Мамандықтарына байланысты термин сөздерді білуге, есту, көру арқылы есте сақтауға, дұрыс айтуға дағдыландыру, қазақ тілін қадірлеуге тәрбиелеу, мамандықтарына деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Өткен тақырыптар бойынша кәсіби сөздерді еске түсіріп, сөздер мен сөз тіркестерінің баламаларын анықтау. Өздеріңіз көріп отырғандай, автокөліктің дамуы, жүк автокөліктері, жеңіл автокөліктер, шанақ тақырыптары бойынша берілген сөздердің баламаларын анықтауларыңыз керек. Міне, берілген жаңағы тақырыптар бойынша сөздердің баламалары осындай. Естеріңізге сақтап, жаттап алуларыңызға болады. Енді мен сіздерге Өскемен қаласындағы автокөліктер шығаратын зауыт Азия авто зауытына тоқталып өтейін. 2002 жылы Өскемен қаласында Азия авто қазақстандық автомобиль құрастыру зауыты құрылды. Ол Қазақстандағы ең ірі жеңіл автомобильдерді жасап шығарушы кәсіпорын болып табылады. Кәсіпорынның филиалдары Қазақстанның барлық ірі қалаларында бар. Зауыттың серіктестері қатарына жетекші әлемдік концерндер Автокөлік Автобаз акционерлік қоғамы, Volkswagen AG, General Motors және Kia Motors бар. Зауытта өндіріс бөлмелері, оның ішінде шанақ сақтау телімі, шанақ дайындау телімі, кіруді бақылау зонасы, жинақтау цехтары және шағын қоймалар бар. Сонымен қатар сынау цехтары мен ұсақ ақауларды жасайтын цехтар жұмыс істейді. Азия авто акционерлік қоғамында Шкода, Шевролет, Лада, Kia маркалы автокөліктерінің бірнеше түрлері шығарылады. Азия авто акционерлік қоғамы аймақтағы жылдам дамып жатқан кешендердің бірі. Бұл салада 158 кәсіпорын, оның ішінде 12 ірі, 9 орта және 137 шағын кәсіпорындар жұмыс істейді. Міне, құрметті студенттер, осындай Өскемен қаласындағы Азия авто зауытына қысқаша тоқталып өттік. Енді сіздерге үйге берілетін тапсырма: берілген кәсіби сөздерді жаттау, мәтінді оқып аудару, берілген тапсырмаларды орындау. Canvas платформасына кері байланыс жасап, тапсырмаларды орындап жібереміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.